Балалар, қазір математика сабағы. Математика пәнінің ортақ тақырыбы сәулет. Ал бөлімшесі тік төртбұрыш пен шаршының ауданын табу. Сабақтың мақсаты тік төртбұрыш пен шаршының ауданын есептейтін боласың. Балалар, бүгінгі сабағымыздың оқу мақсатына жету үшін қазір сендерге видеоресурс ұсынамын. Берілген видеоресурсты мұқият тыңдай қойыңдар. Табу үшін оны қабырғалары 1 сантиметр болатын шаршыларға бөлу керек. Әрбір қатарға 5 шаршы орналасқан. Ал ондай қатарлар саны 4. Шаршыларды санаймыз. Барлығы 20 шаршы болды. Онда тақтайдың ауданы 20 сантиметр квадрат. Ауданды табу үшін шаршылар салу міндетті емес. Ұзындығын еніне көбейтуге болады. Тақтайдың ұзындығы 4 сантиметр. Тақтайдың ені 5 сантиметр. 4 сантиметрді 5 сантиметрге көбейтсек 20 сантиметрге тең болады. Тақтайдың ауданы 20 квадрат сантиметр. Тік төртбұрыштың ауданын табу үшін ұзындығын еніне көбейту керек. Басқа тік төртбұрыш қарастырайық. Ұзындығы 6 сантиметр, ені 4 сантиметр. 6 сантиметрді 4 сантиметрге көбейтсек 24 шығады. Онда тік төртбұрыштың ауданы 24 сантиметр квадрат. Шаршының ауданын табайық. Біз шаршының барлық қабырғалары тең екенін білеміз. Шаршының бір қабырғасының ұзындығын басқа қабырғасының ұзындығына көбейтеміз. Шаршының қабырғасы 6 сантиметр. Шаршының ауданын табу үшін 6 сантиметрді 6 сантиметрге көбейтеміз. Шаршының ауданы 36 сантиметр квадрат. Ендеше дәптерімізді ашып, бүгінгі күн атауын, оқу тапсырмалары, көркем жазу сәтіне 25 санының барлық элементтерін сақтай отыра жаза қойыңдар. Бірінші оқу тапсырмасы оқулықтарының 36 бетіндегі 5 тапсырманың 1-2 бағаны. Балалар 5 тапсырмада ауданның өлшем бірліктерінің кестесін пайдаланып, көрсетілген өлшем бірліктеріне өрнектеу керексіңдер. Бұл тапсырманың дескрипторы берілген аудан өлшем бірліктерін кіші өлшемдерге айналдырады және де көркем жазады. Екінші оқу тапсырмасы оқулықтың 36 бетіндегі нөмір 6 тапсырма. Балалар, бұл жерде тік төртбұрыштың белгісіз қабырғасын анықтау керексіңдер. Бұл тапсырманың дескрипторы бірінші фигураның енін табады, екінші фигураның ұзындығын табады және көркем жазады. Үшінші оқу тапсырмасы оқулықтың 36 бетіндегі номер 8 тапсырманың 1 бағаны. Балалар, 8 тапсырмада сендерге өрнектерді салыстыру берілген. Бұл тапсырманың дескрипторы бірінші теңсіздіктегі әр амалдың мәнін тауып, қарындашпен жоғарғы бөлігіне жазады. Екінші салыстырады. Балалар, тапсырмаларды орындап болсаңдар, маған кері байланыс бере қойыңдар. 3 леп белгісі. Маған бәрі түсінікті. Леп белгісі және сұрақ белгісі. Әлде де сұрақтарым бар. Сұрақ белгісі. Әлде де көмекті қажет етемін. Балалар, осымен математика сабағы аяқталды. Келесі сабақ